Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге лечо салатының укроппен және петрушкамен, яғни зелендермен жасалатын түрін ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Одан кейін пиязымызды ұзыншалап тураймыз. Екінші сәбізімізді корейский сәбізді өткізетін теркадан өткіземіз. Оның қалған қалдықтарын уақтап турап тастауға болады, немесе жай үккіштен өткізуге болады. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды саломкалап тураймыз. Помидорымыздың керекті емес жерлерін тазалап, кесіп, мясорубкадан, яғни ет тартқыштан немесе блендердан ұсақтаймыз. Помидорымызды блендермен айналдырып жатқан кезде сарымсақ пен ащы бұрышты да бірге айналдырып ұсақтап аламыз. Міне лечомыздың ең негізгі қоспалары дайын болды, яғни пиязды турадық, саломкалап, үккіштен өткіздік, морковты, яғни сәбізімізді, тәтті бұрышымызды саломкалап турадық, помидорымызды блендермен айналдырып алдық, және сарымсақ пен ащы бұрышымызды айналдырып алдық. Енді рецептте көрсетілген қантымызды, тұз және шемек майымызды қосамыз да қайнатуға қоямыз. Бұл лечоны біздер 1,5 сағаттай қайнатамыз. Рецепт бойынша укроп және петрушка болу керек. Бүгін мен тек петрушканың болмауына байланысты укроп қостым. Сіздер екеуін қоссаңыздар да өте жақсы болады. Укропты тек салаттың, яғни лечоның дайын болуына 10 минут қалғанда ғана қосамыз да 10 минут қана қайнатамыз. Содан кейін жауып тастауға болады. Міне лечомыз дайын болды. Көріп тұрсыздар ғой. Түсі қандай қанық, өте әдемі болып шығады. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады дәмі. Бұны қонаққа да ұялмай қоюға болады. Және де макарон, манты, күріш немесе тағы да второй пісірген кезде соның қасына бергенде өте әдемі және дәмді болады. Бұл салатты банкіге құймас бұрын банкілеріңізді міндетті түрде стерильдеп алыңыз.
және қақпақтарыңызды да стерильдеп алыңыздар. Және де уксус тамызып, сосын барып жабу керек. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, тағы да рецепттер болады.